қарапайым ауылдың баласымын. Critical thinking дейді. Адам нестандартты ойлау қабілетін дамыту керек. Ағылшындар бәрібір көп нәрсе ойда бар нәрсесін кейде ұстап қалатын кездері болады. Қазақ халқы өзі негіз былайша айтқанда дана халық EY компаниясында, Ernst & Young компаниясында жұмыс істеймін. Қазақтарға Лондонда қазақ болу қиын. Құдай беремесе форчикадан бере салады. Қазақшылығымыздың енді кейде карьераға кері әсерін тигізетін кездерде болады. Мен үшін Лондон деген жеке өзім үшін бұл үлкен көп мүмкіншіліктер және карьера жағынан қараған кезде келесі уровень ғой. Маған бұл сұрақты көп достарым сұрақ қояды. Не үшін Лондон, неге деп, мысалға сол Ernst & Young офисі өзіміздің жаңағы Мәскеуде де бар, болған Алматыда, Астанада бар. Неге Лондон деп. Мен де айтар едім, мысалға футбол ойнаған кезде, мысалы футболды білетіндерге, сіз Қайратта ойнай аласыз, мысалы Челсида, Манчестер Юнайтедта ойнай аласыз да. И ешкім сұрамайды, неге Манчестер Юнайтед деп, мысалы, сол сияқты да. Бұл жерде де Лондон, Ernst & Young Лондонда все-таки бүкіл әлемнен жиналған мықты специалисттер, эксперттер, сізді сонда мықты эксперттер қоршайды. Және сізге де осындай, мысалы, Қазақстанда ойламаған, көрмеген проблемаларды шешу үшін қызық мәселелерді қояды. Сол мәселелерді шешу керек болады. Сондықтан, былайша айтқанда, егер қызығырақ мәселелер шешем десеңіз, әлемдік деңгейде мәселелер шешеміз десе, әлемдік деңгейдегі эксперттермен бірге қоян қолтық жұмыс істеймін десеңіз, онда осы Лондонда жұмыс істеген былайша айтқанда қызық. Мен негізгі бітірген мамандығым специальность Industrial and Systems Engineering дейді, ол промышленный инженер, былайша айтқанда, или инженер-экономист. Бірақ қазіргі кезде мен управленческий консультант, менеджмент консультант болып EY компаниясында, Ernst & Young компаниясында жұмыс істеймін, senior менеджер. Біздің тіліміз айтқанда, енді дословно былай айтқанда, аударатын болсақ, аға менеджер. Негізгі жұмысы біздің жаңағы клиенттеріміз үлкен бизнестер болады. Үлкен бизнестің басшылығымен жаңа проектілерді түсіну, жаңа проектілерді алға қойып, сол проектілердің планын жасап, былайша айтқанда бағытын жасап, стратегиялық жолын дұрыс қойып, сөйтіп соған тиісті жобаларды орындай алатын команданы жинап, сөйтіп соңына шейін под ключ жеткізіп беретін жаңағы былайша айтқанда қызмет болып табылады. Бір күндік жұмысымыз әртүрлі өтеді негізі. Бір күн екінші күнге ұқсамайды. Бірақтан негізінен таңертеңмен тұрып, біз бүгінгі күннің былайша айтқанда календарының планын қараймыз. Жоспар бойынша, сол календар бойынша планмен жұмыс жасай бастаймыз. Жұмысымыз негізі гибридный бізде қазір. Кейде офиста жұмыс істейміз, кейде үйден жұмыс істейміз. Сол таңертең командамен кездесулерден бастайды. Сосын өзіңнің жаңағы алға қойған жұмыстарыңды істейсің, өзің жеке қойған жұмыстарын, тапсырмаларын орындауға тырысасың. Сосын сол негізінен клиенттермен, командамен, кездесулермен митингтер дейді, звоноктар дейді, сондай митингпен звоноктармен өтеді. Британдықтармен жұмыс істегенде негізі қиындықтың адамның өзінің негізі опытына байланысты түрлі қиындықтар болады. Мен жеке өзім айтар едім. Біріншісі ол осы культурасына, былайша айтқанда корпоративті культурасына әсіресе үлкен компанияларда бейімделе білу. Себебі, мысалы, мен қазақстандық EY-да да жұмыс істедім. Ол кезде бізде компанияда бір 70-80 адам істейтін. Салыстырма түрлі үлкен компания есептелетін. Мен мұнда келдім, бізде компанияда былайша айтқанда 4000 адам істейді. 80 адам, 4000 адам, разница үлкен. Және Қазақстанда біздің проектілермен, бұл жердегі проектілердің бюджеті де, ауқымы да әртүрлі болады. Соған үйрену қиын болады. Себебі, былайша айтқанда Қазақстанда біз егер жақсы жұмыс істесең, бәрі көрінеді, бәрі білінеді, қатты өзіңді былайша айтқанда реклама жасау керек емес та. Бұл жерде 4000 адам істегеннен кейін бәсекелестік өте жоғары. Сөйтіп өзіңді былайша айтқанда промоушн дейді, өзіңді көрсетіп, айқайлап, бір өзіңнің былай көкірегіңді көтеріп айқайлап жүрмесең, жақсы жұмыстың өзі байқалмай қалатын кездер болады. Сол мысалы бірінші, культура былайша айтқанда, жаңағындай өзінің салт дәстүрі бөлек бұл жерде. Екіншіден, бәрібір көпшіліктің мәдениеті, культурасы бөлек. Мысалы, ең бірінші келген кезде мен мысалы ақш-та оқығам, ақш-та да байқағам, бұл жерде де сол мәселе. Көшеде адамдар, мысалы, егер көзіңіз кездеспаса, бір күлімдеп амандасып өтуі мүмкін да. Сосын оны басқа, мысалға,
қабылдаған кезде біртүрлі болып қабылдайсың. Мен бұл жерде көрдім ба, танимын ба бұл кісіні деген кездер болады. А негізі бұл просто жаңағы былай өздерінің пейілі сондай, енді көздеріңізбен кездесіп қалған екен, жаңағы күлімдеп амандасып өтетін кездер болады. Сол мысалы қызық болатын. Сосын келесі отбасы. Мысалға мен отбасымен келдім. Отбасымен бұл жерге адаптация тоже бұл бөлек мәселе. Егер мысалға бойдақ жас профессионал болсаңыз, енді ол чисто өзіңіз ғана қарайсыз. Отбасы бар профессионалдар, отбасы бар экспаттар, отбасы бар экспаттармен сол жайлы сөйлесетін болсақ, онда отбасыңды адаптация жасау, балаларды мектепке беру, балдардың мектепке адаптациясы, ағылшын тілін үйрену, осы бір бөлек бір мәселе, оған бір бөлек тоқталып әңгіме айтатындай жайт ол. Үшінші айтып өтетін нәрсе экспаттар үшін ол тіл жағы. Мысалы, ағылшын тілі, бәрібір ағылшын тілі біз мектепте үйрендік, университетте үйрендік. Мысалы, мен Америкада оқыдым, бірақ сонда да мұнда келіп, британдық ағылшын тілі, мысалы, американдық ағылшын тілден бөлек екенін байқадым. Себебі көп сөздері бөлек, адамдардың жаңағы өздерінің ойын білдіру подходы дейді, былайша айтқанда, ол да бөлек. Сосын ағылшындар бәрібір көп нәрсе ойда бар нәрсесін кейде ұстап қалатын кездері болады. Мысалға, кейде болады жұмысың мысалға жақсы болыпты, жақсы жарайды дейді, на самом деле бірақ ол жақсы емес та. Сондықтан осы былайша айтқанда адамдарды оқи білу, үйрене білу, сол адамдардың ойында не отқан, ол тоже бір үйренетін бір мәселе болып табылады. Негізі британдықтар қандай деген кезде, қазіргі британдықтардың образы өзгерген. Қазіргі британдықтар ол үндіс болуы мүмкін, тоже самое қазақ болуы мүмкін, орыс болуы мүмкін. Қазір бүкіл әлемнен келген, башықтан келімсектер өте көп. Сондықтан қазір өте жауап беру қиын. Егер классикалық ағылшындар кім, қандай десеңіз, оны былайша айтқанда Лондоннан табу өте қиын. Сол қаланың сыртына шығып, бір ауылдарға барып табу керек болады. Вот сол жерде өзіңіздің жаңағы бүгін мектептерде оқыған классикалық ағылшын кісілерді сол жерден табуға болады. Лондонның өзінде британдықтардың да мысалға қазір салт дәстүрлері, культурасы өте өзгерген. Қатты қазіргі британдықтар мысалы кейде жаңағы құрбан айтты тойлайды, кейде жаңағы британдықтар үнділердің өздерінің жаңа жылын, жаңа ұлттық тойларын тойлайды. Осының бәрі қазір британдық культура болып кеткен. Бізде бір-екі досымыз бар, енді семейный достар дейді ғой, британдықтар, ағылшындар. Олар былайша айтқанда Лондоннан өте алыс тұрады, анда-санда кездесіп тұрамыз. Олар қарапайым кісілер, өздері жаңа былайша айтқанда біздің өздерінің таза британдық акцентпен сөйлейтін, таза ағылшынша сөйлейтін кісілер. Менің өзім жайлы айтатын болсам, негізі қарапайым ауылдың баласымын. Оңтүстік Қазақстан облысы, ол кездері қазір Түркістан облысы ғой. Оңтүстік Қазақстан облысының Төле би ауданында Тоғыс дейтін ауылда дүниеге келіп өскенмін. Сол ауылда 7-ші сыныпқа шейін оқып, сол 7-ші сыныптан кейін 8-ші сыныпта Шымкентке облыстық дарын мектебінде ауысып, содан Алматыда Казенту деді, политехта бір жылдай оқып, сонымен болашаққа түсіп, ары қарай Американың Нью-Йорк штатында RIT дейтін университетте оқығанмын. Былайша айтқанда қарапайым қазақтың қара баласымын. Ауылдағы бауырларымызға айтатын, ауыл деген ештеңені определять етпейді. Былайша айтқанда таза ауамен, былайша айтқанда свежий овощ жегеннен басқа біздің қаладағы немесе даже шетелдегі адамдар ешқандай кемшілігіміз жоқ. Алдымызға мақсат қойып, егер біз өзіміз алдымызға мақсат қойып, сол мақсатқа жетеміз деген талпыныс болсақ, бізді тоқтататын ешкім жоқ. Оны күнде-күнде өзіміздің керемет спортшыларымыз да, эксперттеріміз де, былайша айтқанда өнер адамдары да бәрі оны бүкіл елге, бүкіл әлемге де оны паш етіп жүр, сондықтан тек қана алға деп айтар едім. Лондондағы қазақ деген ол негізі түрлі жауап бар, бір стандартты жауап жоқ. Лондондағы қазақ ол мынандай қазақ деген. Бізде әртүрлі қазақтар бар Лондонда. Лондондағы қазақтар негізі қазақтың қазақ болып қалуы негізі оңай емес. Негізі кез келген шетелде еліңнен ұзақ болған сайын оңай емес. Себебі біз өзіміз Қазақстанда өсіп туып өскен адамдар болған екен, тілімізді, дінімізді, ұлт салт дәстүрімізді сақтап қалу бізге оңайырақ. Жасөспірімдер, жастар, мектеп жасындағы балаларға өте қиын, себебі олар күнде, мысалы күні бойы сол осылардың салт дәстүріне, салт дәстүрмен болады, осылардың тілімен болады, және өз тілін есте сақтап қалу, өз тілінде сөйлеу өте қиын болады. Сондықтан салыстырмалы түрде мен айтарым, неге қазақтарға Лондонда қазақ болу қиын, себебі
мысалы басқа ұлттарды қарасаңыз, мысалы еврейлер, басқа ұлттарды қарасаңыз, мысалы тот же самый орыстар, украиндықтар өздерінің бір үлкен сообществолары бар, мектептері бар, қазақ тілін өздерінің ресторандары бар, кафелері бар. Бізде енді жайлап оны енді алынып жатыр қолға, бірақ бізге ондай былайша айтқанда ондай среда, ондай көмек бізге әзірге жоқ. Точно причинасын айту қиын. Мен ойымша, біріншіден, егер былай чисто экономикалық жағынан қарайтын болсаңыз, спрос предложение ғой. Мне кажется, бір кінәсі өзімізден сияқты. Өзіміз спрос жасамаймыз. Мысалға, 10 қазақтан барып, балаңа қазақ тілін үйреткің келе ма десе, может быть, үйреніп аламызға, ауылға барып деген сияқты мәселе болады да. Өзімізде спрос болмағандықтан бір жағынан. Сондықтан и предложение болмайды. А егер спрос болып, бір қатты қазағымыз көп болып осы жерде, бір қазы жемесем тұрамайым, бешбармақ жемесем тұрамайым, жаңағындай баламды қазақ тілін сөйлетпесе тұрамайым деп тұрсаңыз, қазақ болмаса да басқалар сондай ресторандар ашып, сондай тіл мектептерін ашып, баяғыда біздің спросымызды негізі былайша айтқанда приложениемен жабар еді. Менің ойымша, негізі біздің өзімізде қазағымызда көбісінде спрос жоқ. Сондықтан и приложениеде болмай жүрма деген ой бар. Негізі көбі, в основном, егер бұған дейін қазақтармен жұмыс істеп көрмесе, Қазақстанда жұмыс істеп көрмесе, Қазақстанда біле бермейді, қазақтарды біле бермейді. Ал қазақтармен жұмыс істеп көргендер, особенно профессионалды эксперттермен жұмыс істеп көргендер, олардың енді былайша айтқанда ойы жоғары. Себебі бірінші жұмыс істемей тұрып, былайша айтқанда олар ойлайды, бір третий страны дейді ғой, сол жақтан келген деп сенімсіздікпен қарайды. Бірақтан уже жұмыс істеп көргеннен кейін уже кәдімгідей оңайырақ болады, себебі олар сыйлайды, көбінесе білімін сыйлайды, көбінесе экспертизасын сыйлайды. Енді бірақ өзіміздің қазақи кейбір даже қасиеттеріміз сыйлайды. Мысалы, қонақжайлық, үлкендерді сыйлау деген нәрсе өзіміздің қабілеттерімізді де сыйлайды. Бірақ өзіміздің керісінше айтқанда қазақшылығымыздың енді кейде карьераға кері әсерін тигізетін кездерде болады, былайша айтқанда. Себебі олар білет, біз үлкендерді сыйлайық, мысалға үлкен кісі, мысалы бастық, партнерлар, мысалы да, клиенттер бір дұрыс емес нәрсе айтып жатса, біз жұрттың көзінше оны былайша айтқанда сіздікі дұрыс емес деп айтуға, мысалға көбінесе біз үйтіп айтпаймыз да, өзіне, жеке басына сыйластықпен айтуға тырысамыз. Олар бір жағын оны жақсы көреді, бірақ кей кездерде айтады, сол кезде айтасың болар еді ғой, сөйтіп айтасың бір тарт еткізіп деп, ол сыйлағаныңа рахмет, бірақтан енді бизнес деген кейде кездерде болады. Сондықтан бізде енді былайша айтқанда, қысқаша айтқанда, негізі жақсы жағынан білетіндері жақсы жағынан таниды, білмейтіндері енді құдай қаласа білдіреміз олардың бәріне. Адамдар осы шетелге келіп, шетелде опыт алу үшін, шетелде осы жұмыс істеу үшін негізі 3 түрлі кеңеске келетін болсақ, ол бірінші кеңесім өзіңізді дамыта беріңіз, тіліңізді дамытыңыз, опытыңызды дамытыңыз, халықаралық компанияда жұмыс істеп, олардың опытымен дамытыңыз, өзіңіздің былайша айтқанда құндылығыңызды арттыра беріңіз. Екінші кеңес, ол өзіңіздің связьдарыңызды, былайша айтқанда нетворкинг, өзіңіздің тамыр-таныстарыңызды көбейте беруге тырысыңыз, әсіресе шетелде істейтін эксперттермен, шетелде істейтін профессионалдармен көбейтсеңіз, және олармен бірге проектілер істесеңіз, әрқашанда олар сіздің кім екеніңізді біледі, және де сізді де олар өздерінің проектілеріне жұмысқа тартуға өте оңай болады. Үшіншіден, ол енді классика, ол өзіңіздің резюмеңізді әрқашанда обновлять етіп отырып, резюмеңізді жақсы деңгейге жеткізіп, соңғы трендте қандай техникалар бар резюмен жасауда, соның бәрін зерттеп, резюмеңізді обновлять етіп, осы шетелдік компанияларға тастап отырсаңыз, былайша айтқанда құдай беремесе форчикадан бере салады, кейде сол резюме арқылы да жұмысқа тұрып кетуге болады. Ұлыбританиядан Қазақстанға ендіретін мәселелер, ендіретін нәрселер негізі көп деп ойлаймын. Соның бірі инфраструктура. Мысалы, бұл жерде инфраструктура жасаған кезде бәрін халыққа бейімдеп, халыққа туралап жасайды, және табиғи жолмен, экологиялық жолмен әдемі қылып жасауға тырысады. Мысалға, бізде байқайтын, мысалға, инфраструктура десе, қалаларда әсіресе бәрін бетондап асфальттап тастайды. Бұл жерде ол крайний метод болып табылады, менің байқауымша. Осыны негізінен бұл жерде әдемілеп, былайша айтқанда экономикалық жағынан да үнемді қылып, мысалға әдемі тастар сүйеп қояды, немесе жаңағыдай плиткалар төсеп қойып, сөйтіп әдемілеп ландшафтный дизайн қылып жасағанды, әдемілегенді осы халық негіз жақсы көреді. Сол халықтың қалауына қарай осы местный жаңағыдай әкімшіліктер де осы жан-жақты әсемдеуді солай істейді. Соны айтып өтеремін. Екіншіден,
бұлардың былайша айтқанда тиянақтылығы және пунктуальності. Менің өзімде мысалға қазақпыз ғой деп кейде кешігіп жүрем. Бұлардың пунктуальностығы негізі адамды таңғалдырады. Пойыздары мысалға өте уақытылы, өте өзі уақытымен жүреді. Және оны әбден пландап, досконально пландап, өзі четко қойып қойған. Мысалы, бірақ жаман жерден біреу кешіксе, ада жерге кәдімгі принцип доминомен кейде болып жатады, бәрі кешігіп жатады. Бірақ 80-90% кезінде четко осы минут по минутно, секунд по секунд осы уақытылы жүріп отырады. Мысалы, сондай ұқыптылықты, тиянақтылықты бізге де көшірсе жақсы болар еді деп ойлаймын. Үшінші нәрсе Қазақстанға пайдалы болатын. Ол әр адамның өзінің жұмысына деген ұқыптылығы, профессионалдылығы, былайша айтқанда тиянақты болуы. Мен мысалға байқағаным, кейде бізде болады қарапайым нәрселерді ұқыпсыздықтан ба, басқа мәселеден ба, білім жетіспегендіктен ба, кейде болады сапасы төмен болып жатады. Бұл жерде сапаға өте жақсы мән береді, особенно профессионалды қызметтің өзінде де сапаға өте жақсы мән береді. Сондықтан болар мысалға көпірлері ұзаққа шыдайды, сондықтан болар жаңа технологиялар шығады. Осы жаңа технология, ғылым жағын және де әр адамның өзінің біліміне деген ответственности, былайша айтқанда, және осы жұмысына деген ответственности арттыра түссек, сондай ұқыптылықпен бізде қарай алатын болсақ, ойымша бізге нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Негізі Big Four'да именно консалтинг жағына жұмыс істеу үшін негізгі беретін кеңесім. Үш кеңесім, біріншісі ол түсіну керек, осы сізге ұнай ма, ұнамай ма. Себебі бізде бірінші айтқанда әр проект әртүрлі болады да, сосын адам былайша айтқанда креативті болу керек. Егер сізге постоянно өзгеріп тұратын нәрселер, постоянно өзгеріп тұратын проектлер ұнаса, жұмыс сондай, онда бірінші сол талаптан өзіңіз қойған сол талаптан егер иә деп жауап берсаңыз, значит ол сіздікі да. Ал егер сізге бір өзгермейтін постоянно бір рутинада істейтін жұмыс қызық болатын болса, онда сәйкесінше енді ол қызық болмайды. Екіншісі ол былайша айтқанда critical thinking дейді. Адам нестандартты ойлау қабілетін дамыту керек. Себебі біздің көбінесе клиенттеріміздің проблемаларымыз стандартты емес, себебі олар стандартты проблемаларын өздері де шеше алады. Сол нестандартты проблемаларды нестандартты ойлау арқылы шешіп, орындауға деген қабілетті осы мысалға студенттік кезінен, студенттік шақтан іске асырып, сол дамыту керек. Үшіншісі ол жағы вакансияларға немесе жұмысқа подаваться етіп, былайша айтқанда өзіңіздің резюмеңізді жіберіп, ол жұмысқа алыну. Негізі классический резюмені компанияларға жіберу арқылы жұмысқа тұрсаңыз болады, бірақ ең дұрысы былайша айтқанда бұл даже өзіміздің қазақи подход, былайша айтқан тамыр арқылы өту. Англияда да жұмыс істейді, бірақ оларды әдемі тілмен нетворкинг деп айтады. Өзіңіздің связьдарыңыз арқылы нетворкинг арқылы тұру негізгі кәдімгідей жеңілірек болады, чем кәдімгі конкурстан өтіп, бүкіл резюмеден өтіп, сондай процестен өткеннен гөрі. Болашақта Құдай қаласа негізі осы жерден белгілі бір карьераның бір белгілі бір майлстоун дейді, белгілі бір дәрежеге жеткеннен кейін елге оралу міндетті түрде ой бар. Елге оралып, осы жерден үйренгенімізді, осы жерден түйгенімізді бар, қолдан келгенше дейміз, енді қолдан келгенше елімізге пайдасын тисін, елімізге ендірсек, көмектессек деген негізгі ниетіміз, ойымыз бар. Әр жыл сайын елімізге оралғанда да осы біз мейлінше өзіміздің өз көмегімді тигізуге тырысып жүрмін. Осы жердегі еліміздегі бизнесмендермен кездесіп, осы Англиядағы опытпен бөлісуге тырысып жүрмін. Бірақ негізгі былайша айтқанда 5-10 жылдық нені алатын болсақ, уақыт алатын болсақ, міндетті түрде елге оралу жоспарда бар. Көрермендерге тілерім, енді алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Біз негізі қазақ халқы өзі негізі былайша айтқанда дана халық деп ойлаймын, сондықтан алда бізде қай елде болсақ та негізі біздің болашағымыз жарқын. Рахмет айтатын болсақ, рахмет айтатын негізі азаматтар көп, бүкіл халыққа рахмет. Мысалы мен жеке өзім болашақ бағдарламасымен оқығам, сондықтан бүкіл елімізге, правительствоға былайша айтқанда рахмет. Және мен өзімнің мұғалімдеріме,
осы алға қойған кезінде ауылдық өзімнің Шымкенттегі ауылымдағы Бауыржан Момышұлы мектебіне рахмет айтарым, сосын Шымкент қаласында оқыған Дарын мектебіне рахмет айтарым. Сол мектептегі мұғалімдердің арқасында осы былайша айтқанда дамыған елдердің профессионалдарымен, эксперттерімізбен тереземіз тең болып, бір уровеньде осы жұмыс істеп жүрген жайытымыз бар.